Қайырлы таң, құрметті менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерге сүт өнімінен жасалатын тағамдармен бөлісетін боламын. Яғни сүт көже. Сүтке сок немесе күріш қосып қайнатып жасайды. Ашыған көже құрамында су, ұн, тұз, сүт бар сусын. Жылдың 4 мезгілінде де жасап ішуге болады. Әсіресе күн ыстықта шөлдеп үйге келгенде салқын ашыған көже ішсең, шөлің басылып рахаттанып қаласың. Дайындалуы, яғни бұны қалай жасайды екенбіз, соны айтып кетейін. Өңдеу. Умаш көже сияқты сүтке аздап қана су қосып, тұзының дәмін келтіріп қайнатады. Сорпаға салып пісіретін салма сияқты иленіп жайылған қамырды жіңішкелеп кесіп, оны аздап су қосылып, қайнап жатқан сүтке себелеп араластырады. 15-20 минутта дәмі тіл үйіретін сүт көже даяр болады. Сүт көжені күріштен, тарыдан, сөктен де жасай береді. Әсіресе ақталған тары мен сүт қосылып, белгілі бір тағам түріне айналғанда, оның еш тағамға ұқсамайтын хош иісі мен бал татыған дәмі ерекше. Құрметті ютубер достарым, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды қалдырсаңыздар, мен әрине қуанып қаламын. Келесі енді ашымал. Ашымақ айран көже. Бидай, тары, күріш, арпа тәрізді астық қайнатылған көже, айран қосып дайындалатын ұлттық тағам түрі. Суға салынған дән жарылып, піскен соң суытып барып, ағыған қосады. Жылы жерде тұрып 1-2 күнде ашып, ашыған көже дайын болады. Айран мен дәнді дақыл қосылып, аши келе жағымды қышқыл дәм береді. Оны ашымал деп атайды. Ашымал ішкен кезде шөл қандыратын сусын, әрі тоқ басатын тағам. Ішіліп азая бастағанда жарманы суға қайнатып, тұзын татытып, суыған соң айран қосып үстемелеп отырады. Осылайша үстемелеп отырмаса, 2-3 күннің ішінде тым ашып кетеді. Ашымал құнарлы болу үшін оған ұн қосып та жасайды. Ақ қоспай суға ұн сеуіп дайындаған түрін қара көже дейді. Көжені ішер алдында піспекпен, шөмішпен жақсылап араластырады. Ыдысын арша тобылғы, қайың қабығымен ыстап отырмаса, күбінің ағаш дәмі шығып кетеді. Ыстың иісі мен дәмі көжеге шауып, көженің сусындық маңызы күшейе түседі. Ашымалды түрлі жұмыс басына апарып қойып, сусын әрі жеңіл тамақ ретінде пайдаланды. Кейбір өңірлерде мұны айран көже, ашымақ, ашытпа, ашыған деп түрліше атайды. Келесі енді күріш ботқасы. Күріш ботқасы әрине әрқайсымыз бала кезімнен анамның сүт күріш ботқасының дәмін еске алады. Дәстүрлі дайындауға өте көп уақыт кетпейді және көптеген ингредиенттерді қажет етпейтіндіктен, тіпті жаңа бастаған иесі немесе қамқор әкем үшін де оңай дайындалады. Бұл таңғы ас үшін өте ыңғайлы және тәуелсіз екінші курс бола алады. Мен келесі бидай көже туралы айтып жіберейін. Бидай көже бұл дәстүрлі орта сусындарының бір түрі. Келігі түйіліп, кебегі алынып, аздап жармаланған бидайды етпен бірге қайнатып алып, айран қосып, бөлек боқтырып қойып дайындалатын сусын түрі. Түктеліп, кебегі ұшырылған шаңтозаң ұнтақтардан тазартылған бидайды келіге салып түйеді. Келідегі бидайға аздап су сеуіп, дымқылдап араластырады. Оған дейін де басқа тегешке салып араластыруға болады. Бидай жармаланып бір-бірімен қамырланған дән әбден тұтасып кіріккенше түйіледі. Мұны көжелік бидай жаншу деп атайды. Бидайды келіде жаншыған кезде оны жиі-жиі қолменен араластырып отыру қажет. Сол кезде бырт көже болмай барлық дән жарылып,
бір келкі жаншылады. Жаншылған бидайды сүт қосылған суға немесе сорпаға, суға салып қайнатады. Қазанды сақылдатып қатты қайнатпай, жанышпа қазан түбіне жабысып қалмайтындай араластырып отырып баяу қайнатамыз. Жанышпа бөртіп, көже қоюлаған кезде отты сөндіріп, қазанның қақпағын жауып, 1 сағатқа жуық бұқтырып қояды. Көженің тұзын піскен-піспегенін татып көріп, қайтадан қайнатады. Сорпаға, сүтке пісірілген көжені ыстықтай іше беруге болады. Ал суға пісірілген көже сәл салқындатылып, көже қатық деп аталатын сүзбені езіп, немесе езілген құрт қосып ұсынады. Бидай көже өте тоқ әрі тамақ сусын. Сіздермен бірге болған дәмді тағам каналыма тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басып, өздеріңізге сақтап алыңыздар.